Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сіздермен бірге Асхабу Суффа арнасы. Бүгін біз көп адамның ойын мазалайтын, кейде қорқынышқа, кейде адасуға алып келетін тақырыпты қозғаймыз. Көз тию, сиқыр, жын. Біреу ауырса көз тиген, біреу намаз оқығысы келмесе жын бар, біреу жолы болмай жүрсе сиқыр жасалған деп айтылады. Бірақ исламда бұл мәселелер қалай түсіндіріледі? Қайсысы шын, қайсысы әсірелеу? Бүгін біз қорқытпай, асыра сілтемей, тек Құран мен сүннетке сүйеніп сөйлейміз. Көз тию ақиқат, бірақ барлығы оның салдары емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: көз тию ақиқат. Муслимнен жеткен хадисте. Бұл хадистің өзі ақ көз тиюді жоққа шығаруға болмайтынын көрсетеді. Көз тию қызғанышпен қарау, таңданыспен қарау, тіпті жақсы көріп, бірақ машаллах демей қарау, бұл көз тиюге алып келеді. Бірақ өте маңызды мәселе бар. Ислам тепе-теңдік діні. Әр ауруды, әр күйзелісті, әр сәтсіздікті көз тию деп қабылдау қате. Бір нәрсенің үш түрлі себебі болады. Бірінші табиғи себеп, яғни денсаулық, психологиялық. Екінші күнә мен рухани әлсіздік. Үшінші көз тию, яғни Алланың қалауымен болады. Мұсылман адам бәрін бір ғана себепке байлап қоймайды. Яғни сіз ауырып қалсаңыз, ол сіздің жасаған күнәңіздің әсерінен болуы мүмкін, немесе жаңадай шаршағандықтан деген сияқты болуы мүмкін. Ол барлық нәрсеге көз тиген деп қарауға болмайды. Балаларды көз тиюден қалай сақтаймыз? Балалар әлсіз, қорғансыз. Сондықтан оларды қорғау ата-ананың аманаты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям немерелер Хасан мен Хусейнге мына дұғаны айтып, көз тиюден қорғаған. Аузу би калиматиллахи таммати ва мин кулли шайтанин ва хамматин. Көз тиюден қорғау үшін таңертең кешке Ихлас, Нас сүрелерін оқып, өзіңізге немесе балаңызға дем салып жүрсеңіз болады. Және балдардың суреттерін әлеуметтік желіге сала беруге болмайды. Кішкентай баланың суретін, видеосын көргенде немесе біреуге көрсеткенде машаллах, баракаллах деу керек. Баланың үстіне, киіміне, көзмоншақ, тұмар, көзі бар нәрсенің суретін тағып қойға болмайды. Қатаң түрде тыйым салынады. Неге? Өйткені бұл қорғауды Алладан емес, заттан күту болып табылады. Ал Алладан басқа нәрседен көмек сұрау, одан жәрдем күту, ол Аллаға серік қосу болып табылады. Аллаға серік қосу діннен шығарып жібереді. Сиқыр жасалғанын қалай білуге болады? Сиқыр бар ма? Иә, бар. Құранда анық айтылған Бақара сүресінің 102-ші аятында. Олар адамдарға сиқыр үйрететін еді. Бірақ ең қауіпті қателік сиқыр диагнозын жеңіл-желпі қоя салу. Жиі айтылатын белгілер себепсіз үрей, намазға қатты салқындық, Құран оқығанда іштің қысылуы, ұйқыға тұншығу. Бірақ депрессия, стресс, гормоналды өзгерістер бұлар осындайда белгілер береді. Сиқырдың бар жоғы Құран оқығанда реакция бар ма, сол арқылы тексеріледі. Ал жай ғана болжаммен адамды қорқыту ол күнә. Тұмар тағу неге қатаң тыйым салынған? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кім тұмар тақса, ширк жасаған болады. Неге бұлай қатты айтылды? Себебі тұмар жүректі Алладан алыстатады, сенімді затқа аударады. Ішінде Құран аяты бар деу бұл рұқсат емес. Сахабалар Құранды тағып жүрген жоқ, олар оқыды. Бізде тұмар арқылы қорғанып емес, тілмен, жүрекпен, дұғамен қорғануымыз керек. Үйде жын бар деп қорқу қай кезде орынды? Қоғамда бір дыбыс шықса жын, бір зат құласа жын деп ойлайтындар көп. Бұл дұрыс емес. Бірақ мына белгілерге мән беру керек. Құран оқығанда үйдегілердің мазасыздануы, үйде берекенің кетуі, себепсіз үрейдің жиі болуы, үйді сиқырдан қорғаудың сүннет жолдары. Бақара сүресін оқу, үйде азан айту, харам нәрселерді шығару, намазды тұрақты оқу. Сиқырдан қорғанатын дұғаны, яғни рукияны өзіңе өзің жасау ең дұрыс жол. Көп адам міндетті түрде біреу оқу керек деп ойлайды, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзіне өзі рукия жасаған. Рукияның негізі Фатиха, Аятул Курси, Ихлас, Фалақ, Нас, яғни сосын шынайы тәуекел. Бірақ рукияны ақша табу құралына, шоуға айналдыру дұрыс емес.
сиқырды тек имам ғана бұза ала ма? Жоқ, сиқырды бұзатын Алла тағала. Имам тек қана себеп, тек қана құрал. Негізгі күш Құранда, дұғада, иманда. Жын кірген адам міндетті түрде айқайлай ма? Қоғамда қате түсінік бар. Егер айқайламаса, жын жоқ. Бұл дұрыс емес. Кейде адам тыныш, сырттай қалыпты, бірақ ішінде ауыртпалық болуы мүмкін. Айқайлау бұл шарт емес. Белгісі Құранға реакция бергеніне қараймыз. Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын болсақ, ислам қорқытпайды, үміт береді, тепе-теңдікке шақырады. Ең күшті қорғанышымыз намаз, Құран, дұға, тәуекел. Алла тағала баршамызды көз тиюден, сиқырдан, жынның айласынан сақтасын. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоны достарыңызға жіберіңіз.